Еліміз бойынша 17 ауыл қала мәртебесін алуы мүмкін. Қазақстанда жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасына өзгеріс енгізу жобасы жарияланды. Құжатта көрсетілген тізімде Маңғыстаудың Бейнеу ауылы, Түркістан өңіріндегі Қарабұлақ ауылы және Алматы облысына қарасты Ұзынағаш ауылы бар. Айта кетсек, қазір Бейнеу мен Қарабұлақта 50 мыңнан аса адам тұрады. Ал мұндай жаңашылдықтың халыққа қандай тиімділігі бар? Тақырыпты Талғат Исламұлы зерттеп көрді. Түркістан облысының Қарабұлақ ауылында адам саны ресми түрде 58 мыңнан астам. Тұрғындардың негізгі табыс көзі ауыл шаруашылығы саласында. 4 түлікті семіртіп, жылына 11 мың тоннадан аса ет өнімін ел аумағында саудалап келеді. Соның нәтижесінде өңдеуші кәсіпорындар салына бастады. Адам көп, халық көп. Өзіміздің больницамыз бар, базарымыз бар. Берілсе болады негізі. Ұстап отырғанымыз мал бағу, ауыл шаруашылығы, соларға көмектеседі деп ойлаймын. Ал сарапшылардың пайымдауынша экономиканы әртараптандыру үшін шағын қалаларды дамытуға басымдық берудің маңызы зор. Қала статусын алып жатса, біріншіден ол жердегі мәдени ұлттық идеологиялық мәселенің арту мәселесі, енді қала деген статус болғаннан кейін. Екіншісі бизнестің жандануы. Сонымен қатар ұтатын жағы бұл жерге қаржының бөліну мәселесі. Моноқалалар қаржы дамыту бағдарламасы бар. Ұлттық экономика министрлігінің дерегінше 17 ірі ауылдық елді мекеннің мәртебесін өзгерту кезең-кезеңмен жүзеге асады. Құжат 26 қыркүйекке дейін көпшілік талқылауында болады. Талғат Исламұлы, Нұрсұлтан Мұхамеджан, Саламат